Балам, көңіл күйің қалай? Жақсы. Бүгін қандай баға алдың? Кризиге баға қоймайды, бірақ апай мені жақсы деп мақтады. Жарайсың, балам. Жаңаша бағалау білім алушылардың көңілінен шығатын секілді. Ал бұл жүйе шын мәнінде оқушылардың мүмкіндіктерін арттырады ма? Ұстаздар мен ата-аналар үшін тиімді ме? Білім көрсеткішін арттыруда маңызы қандай? Біздің бүгін талқыға салатын мәселеміз дәл осы тақырып төңірегінде. Армысыз көрермен, сіздермен бірге білім бағдарламасы. Қазіргі таңда жаңаша білім мазмұнына кезең-кезеңмен көшу жұмыстары қарқынды түрде іске асып жатыр. Білім беру жүйесіне енген бұл реформа ең алдымен оқушыларға сапалы білім беруді, болашақта олардың әлемдік бәсекеге қабілетті болуын қамтамасыз етуді көздейді. Ендеше бүгінгі ұстаздар қауымына қойылатын талап та жоғары болмақ. Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериалды бағалау жүйесіне көшкен болатынбыз. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала белгілеген критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. Осы тұста ұстаз пікіріне құлақ түрсек. Бағалау ең бірінші кезекте білім сапасын айқындау қажет. Егер де біз өз жұмысымызда елеулі табыстарға қол жеткізгіміз келсе, онда өткен уақыттағы және қазіргі нәтижелерімізді айқындап, жұмысымыздың оң жақтары мен кемшіліктерін анықтап, оны бағалай білуіміз керек. Осындай жұмыстардың нәтижесінде біз бағалауға жақсы нәтижеге жетеміз деп ойлаймын. Оқушылардың өзіне өзі баға беруі оларды шынайылыққа, әділ болуға үйретеді. Сонымен қатар өз ойларын еркін жеткізулеріне мүмкіндік алады. Осы тұста ата-аналардың көзқарасына құлақ түрсек. Бұрынғы кезеңде сабақты 4-5-тік бағалармен бағалайтын еді. Қазіргі кезде 4-5-тік бағалары қойылмайды екен. Қазір балалардың білім деңгейіне қарай бағалайды. Бұл өте жақсы деп ойлаймын. Себебі баға қанша дегенмен баланың көңіл күйіне әсер етеді. 4 алып қалған жағдайда көңілсіз келеді. Менің балам күнделікті көңілді келеді. Апай мені мақтады деп келеді. Сондықтан бұл өте жақсы деп ойлаймын. Бағалаудың оқушылар үшін маңызы. Танымдық қабілеті мен ойлау деңгейін арттыратын оқытудың әртүрлі әдістерін пайдалану. Табысқа жетелейтін бағалау критерийлерін түсіну. Өзін және өзгелерді бағалау арқылы кері байланысқа түсу. Сыни ойлауына, еркін ойын айтуына өзінің білімін көрсету болып табылады. Бағдарламада баланың білім деңгейін жаңаша бағалау жүйесі туралы танымымызды кеңейтіп ақпарат алдық. Бағалаудың бұл түрі еліміздегі білім көрсеткішін көтеруде маңызы қандай? Және де алдағы уақытта оның нәтижесін көретін боламыз. Біліммен қаруланған адам еш уақытта жеңілмейді. Сол себепті білім алуға асығыңыздар.